Сәлем достар, сіздермен бірге мен лайфхакер Айдос. Мен күн сайын сіздерге өмірді жеңілдететін лайфхактерді үйретемін. Ендеше не істеп отырмыз? Кеттік пе? Әлде бірінші арнаға тіркеліп аламыз ба? Ендеше мына жерде тұрған подписаться дегенге кіріп, арнаға тіркеліп, колокольчикті басып, менің инстаграмыма тіркелуді ұмытып кетпеңіз. Енді кеттік. Бүгінгі біздің видеомыз WhatsApp желісіне арналады. WhatsAppты қолданбайтын адам жоқ шығар. Ендеше WhatsAppқа арналған 4 лайфхак. Бірінші лайфхак. Көптеген адамдар WhatsAppта бір номерге жазу үшін оны сақтап, сосын барып бірақ сообщениелер жазады. Ал оның тез әрі оңай жолы бар. Ол үшін сіз былай істейсіз. Safari'ге кіресіз. Мен астына описанияға осындай бір ссылка тастап кетем. Осы ссылканы сіз копировать етіп алып, осылай Chrome'не Safari'ге тастайсыз. Содан кейін осы жеті деп тұрған жерге сіз мысалы өзіңізге керек номерді жазасыз. Мысалы маған осы номер керек. Өтуді басамыз. Сол кезде мен осындай номер шығады. Сосын открытті бассаңыз, сразу сол кісінің WhatsApp-ына түсеміз. Міне. Екінші лайфхак. Бұл лайфхакты негізі WhatsApp желісін қолданып жүргендер білуі мүмкін, ал білмейтіндер де болуы мүмкін. Бұл лайфхак енді білмейтіндерге арналады. WhatsApp-та да осылай әдемі тексттер мен сөздер жазуға болады. Ол үшін біз былай істейміз. Ол үшін бір сөзді алайық. Мысалы, мына жерге біз звездочканы басамыз, содан кейін сәлемді жазайық. Сосын қайта звездочканы басамыз. Міне қарап тұрғандарыңыздай жирный болды. Енді осыны жіберсек, екінші ол курсив. Оны біз нижний правил арқылы істейміз. Сәлем жазамыз. Одан кейін тағы да қайтара нижний правил басамыз. Сол кезде мынандай болып курсив болады. Үшінші ол жаңағы сызылып тұрған жазатын болсақ, ол үшін біз мынандай ирелен дегеннен аламыз. Сосын сәлемді басамыз. Сәлем жазамыз, то есть. Одан кейін қайтара осын бассақ, осындай болып шығады. Үшінші лайфхак. Сіз көптеген группаларға немесе тағы да басқа адамдармен сөйлескенде сізге көп фотолар, видеолар жібереді. Ал ол бірден галереяға түсіп, ол жерден көп память жинайды, және де оны өшіріп өту көп ұзақ уақыт алады. Ал оны сақтамаудың бір әдісі бар. WhatsApp-қа кіреміз. WhatsApp-қа кіріп, настройкаға барып, чаты деген жерді басамыз. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, фотопленку деп тұр. Сол жерде астында оқысақ, автоматически сохранять полученное фото, видео, фотопленку iPhone деп тұр. Енді бұны біз былай алып тастаймыз. Сол кезде бізге галереяға ешқандай видео, фото түспейді. Төртінші лайфхак. Сіздің нөміріңіз сіз танымайтын адамдарда да болуы мүмкін. Сондықтан ол кісілерден сіз өзіңіздің суретіңізді және де қашан кіргеніңізді, көптеген даныларыңызды құпия сақтау үшін сізге былай істеу керек болады. WhatsApp-қа кіреміз. WhatsApp-тан настройкаға барып, учетный записьті басамыз. Ол жерде бірінші тұрған конфиденциальностьқа кіріп, қарап тұрсаңыздар, бірінші тұрған был деп тұр. Бұл жерде сіздің қашан кіргеніңізді адамдар көре алады. Және де осылай никто дегенді басып, сіз өзіңіздің адамдарға қашан кіргеніңізді көрсетпеуіңізге болады. Және де бұның тағы да бір кемшілігі, ол сізде басқа адамдардың қашан кіргенін көре алмайсыз. Және де екінші ол тұрған фото профилі. Бұл жерде сіз өзіңіздің суреттеріңізді адамдарға көрсетпеуге де болады. Және де тек контактілеріңізге ғана көрсетуге болады. Және де тағы да басқа жерде өзіңіз туралы ақпараттар, группалар, тағы да басқаларды өзіңіз өшіріп қоссаңыз болады. Достар, бұл видео сіздің пайдаңызға тиді деген үміттемін. Тисе, әрқашанда лайк басыңыз, коммент жазыңыз, және де подписаться дегенді басып, колокольчикті басуды ұмытып кетпеңіз. Және де инстаграмды да ұмытып кетпеңіз. Сіздермен болған мен лайфхакер Айдос. Өмір деген жақсы ғой сүре білсең. Қош, сау болыңыздар. Тіркелген жоқсыз ойдымсыз. Мен күте тұрайын, сіз каналға тіркеліп алыңыз. О, рахмет. Сау болыңыз.